енді сіз қазір сырт көзге совсем әлі өзі бауырыңыз, әрине бауырыңыз қой, енді бірге туған. Әрине оған жаныңыз ашиып, тағдырына алаңдайсыз. Сіздің жандарыңызға батады ол, ата-анаға бәріне бірге туған бауырға оңай емес. Бірақ дегенмен сіз қазір екінші жақты қаралап тұрғаныңызды түсініп тұрсыз ба өзіңіз? Қаралап тұрған жоқ. Сіз осындай ақпарат беріп жатсыз қазір соттың алдында, бәрі солай түсініп отыр. Сіз қазір бұл ситуацияда екінші жақты кінәлауға тырысып жатсыз. Олар бүйтпеу керек еді, олар сөйтпеу керек еді, олар неге Ақбаянды бақпады, олар неге Ақбаянды олар ұзатты ғой, дұрыс па? Бақпады деген жоқ, просто сіз солай айтып жатсыз. Баласы мен балдарын алып қоямын, әйелді алып кел деген сияқты неге айтады. Мысалы, Наурызда мысалы болмасын, мұнда тұрмайсың ба, қалада тұр деп. Енді ер азамат, ол апталда ер азамат 5 баласымен қайда тұрса да өзі еркін емес па? Неге олар анда тұрсаң, сен анда тұру керексің деп, неге тоқтату баланы? Қолжаулық қылады, неге? Намысы қайда ер азаматтың? Өзі әке болып, өз балдарымен қайда тыныс алуын білмей ма сонда ол бала? Оның несі жоқ, олардың өктемдігі мықты болып тұр, сонда бұл бала жүру керек па, солардың ыңғайына көніп? Бұл да ер азамат қой, бұл да белінен шыққан 5 баласын қайда өмір сүріп. Мәселе шешіңіздер, ортақ екі отбасы болып жиналып шешіңіздер. Қараңыз, шешілмейтін мәселе емес қой. Ардақты сот, кешіріңізші, әкем айтты ғой, мәмілеге келейік, құда отырыңызшы, шешейікші, не мәселе, мынандай бірінші болып жатыр ғой дегенде отырмайды, сөзге көнбейді. Менің бір түсінгенім мәмілеге келмейді екен. Жоқ, сіз алып кеткендегі 2022 деген айтып жатырсыз ғой. Одан кейін сіздер сөйлескен жоқсыздар ол мәселе. Ақбаян ол кезде ауырып кеткен жоқ қой ол. Жоқ, сау кетті. Бұл мәселе Ақбаян ауырып қалғаннан басталып жатыр ғой, енді балалар қаралмай жатыр. Өзі науқас адам. Оған дейін қараңызшы, алып кетті, ауылдан алып кетті. Мына бала жұмысын жасап квартира төлеп жүрді. Аналар келіп, қалаға келіп қонып, қыздарының қасында бақытты өмір сүріп жүреді. Менің жұмыс жасап, квартира төлеп жүрді. Олардікі енді өздерінің еңбегін жасады. Қалада тұр деді ма, қалада тұр қыз. Келгендерін жасады, бәріне інім көніп жүрді, көне беретін келеді. Алланың бір сынағы бар, ауылына жан келгенге бар, ауырып қалып қыз. Енді одан кейін қысым жасап, сен қалада тұру керексің, балдарыңды қалада тұрғызу керексің, неге кетесің ауылыңа деп айту керек. Артық деп ойламайсыңдар ма сіздер? Артық емес па? Ол әке-шешесінің қасында ғой. Әке-шешесінің қасында оған ер азамат тамағын пісіре алмай, кірін жуа алмай, шақалақ бала қолда. Ол қайда барады? Ауру әйел жынданып жатқан. Ол не істейді бұл? Кім көмектеседі? Анам қасына келейін десе, ана жақта әкем жалғыз қалады. Мына жақта біздің де шырылдаған жан айқайымыз бар. Ол мәселені неге уақытында шешпейсіздер? Ол мәселе болғасын. Мәселеге сол мәмілеге келмейді ғой. Адамзатпыз ғой. Сыйластық болмаса. Сіз қазір сотқа мәмілеге келмейтіндей, сіз сотқа айтыңызшы, сіздер қарабайындар отбасымен екі жақ болып қашан кездесіп, қашан сөйлестіңдер бұл мәселені? Қашан талқыладыңыздар? Мен түсінгенім бойынша осы уақытта бүгін кешеден бері сотта жауаптап жатырмыз ғой. Сіздер бір-біріңізді көрмегенсіздер. Соңғы рет құдаларың 22 жылы қызды алып кетті. Ол мысалы екінші жақ айтады. Себебі сұлтан өзі басқа қызбен кездесіп, солар Ақбаян екеуінің арасында келіспеушілік болды дейді. Ол айтатын еді, дүп зор. Мен біз айтты, дәлеліңіз, әкеліңіз, құда отырыңыз, мәмілеге келейік, не мәселе дегенде, не фотоны көрсетпейді, нені көрсетпейді. Отырмайында отырмай, қалаға айтырап мен қызым. Анарда телефон шырылдап жатыр. Ақбаянның бұл кезде ақыл есі дұрыс қой, дұрыс па? Ақыл есі дұрыс. Ең болмаса бір үйде нанын суын ішіп отыр ғой. Бүйтіп айтып кетуге болады ғой. Папа, мама. Ақбаянның есі дұрыс 2022 жылы, дұрыс па? Өзінің отбасы, өз шаңырағы. Ақбаян кетпейін десе, Ақбаянды мәжбүрлеп ешкім алып кетпейді ғой, дұрыс па? Ақбаян өздігінен келіп, Қарабайын мақсат өздігінен келіп, Жангелдиннен Махамбетке жауап келмейді ғой, ол кісіні біреу шақырады ғой. Сол кезде сіз ойламайсыз ба, екеуінің арасында бір нәрсе болды деп? Ақбаянның тарапынан бірге тұрмайды деген болса да, болмаса да екі жас енді шешпей ма өздері бір-біріне доказательствоны көрсетіп, шешіп, өздері шешпей ма? Нарада қандай отбасы болсын, әке мен шеше нағыл деп араласа, 10 жылда бір әйелін соғып көріп жүр. Мен айтар едім, әйеліне соғып атса, әлімсаға түсіп атса, мәрі қандай оңбаған еді тұрсын, әйеліне күн бермеді ғой деп айтар едім. Әйеліне бір қолын көтеріп көрген жоқ. Болмаса мынандай айқай-шуда өздері шешпей ма? Ерлі айтты, мен де отбасымын, мен де өз проблемам өзім шеше аламын, әке-шешемді араластырмай. Мысалы, менің әке-шешеме айтсам да әке-шешем шолып келмейді менің үйіме. Олар өз деңгейін біледі, қызым дейді, сен жіберді, өз бақытыңды таптың.
енді менің сақалдар басымды неге ұрып таптайсың деп айтады. Үлкендер үлкенше ойлану керек, жастар жастарша ойлануымыз керек. Жас дегенде бала емес пе? 30 жастағы жігіт емес пе? Жас дегенде бала емес пе? Енді 30 жас дегенде 30 жастағы адам мен 30 жастағы адамның айырмашылығы екі түрлі. Әркімнің ойлау қабілеті екі түрлі. Кішкентай бала емес пе? Үлкен жігіт. Бәрімізге неміз ойлау қабілетіміз әртүрлі жаратқан. Үстіртін сол ана жүйке жүйесі деген бағанағы аурумен алысып жүріп жынды ғой енді, жындының аты жынды алысып жүріп жүйкесі жұқарып орға қалай түскенін білмей артын ойламай дамым бір жылда дамыған жоқ бұл бала. Не қыдырмайды, не киінбейді, не бағанағы артық қылықтары жоқ. Айтып ма, ішпейтін, шекпейтін, көше қыдырмайтын, не достарына бармайтын, тек семьяға беріп қойды, өзін семьяға беріп қойды. Бала дамыған жоқ. Артта шолақ оймен мен оны жаттап отырған жоқпын бұл баланы. Артын ойлаған жоқ, дамыған жоқ. Миы дамымай қалды ана жоқ. Біз білмедік қой.